Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз сендермен аралас сандарды қосу және азайту тақырыбын қайталаймыз. Бірінші бізде осындай тапсырмалар орындайтынымыз, яғни өрнектердің мәнін табу. 15,7-ден 2 азайту 3-тен 1 қосу 6. Қосқанда азайтқанда біз міндетті түрде бөлімдеріне назар аударамыз. Бөлімдері әртүрлі, сондықтан ортақ бөлімге келтіреміз. 7-ге де 3-ке де бөлінетін ең кішкентай сан ол 21. 21-ге келтіру үшін мына 7-ні 3-ке көбейту керек, толықтауыш көбейткіш 3 болады. Мына 3-ті 21-ге келтіру үшін 7-ге көбейту керек. Сонда болады 15 бүтін 21-ден 6 азайту мұнда болады 21-ден 7 қосу, мынау 6 бүтініміз әзірге солай жазылады. Кем болады? Енді бөлімдері бірдей, онда бізде азайтуға болады. Бірақ қарайықшы, мынаның алымы 6, мынаныкі 7. 6-дан 7-ні біз қазір азайта алмаймыз. Осындай жағдайда, егер біріншінің алымы екіншісінен кіші болып тұрса, біз мынадан бірін қарызға сұрап аламыз. Бұл жерде 15 бүтін болды ғой, 1 бүтінін сұрап алсақ, 14 бүтін қалады. Осы сұрап алған 1 дегенімді, 1 деген санды сұрап алдым ғой мен 15-тен. Оны мен 21-ден 21 деп түсінемін. Өйткені 21 бөлу 21 1-ге тең. Неге 21-ден 21? Өйткені мынаның бөлімі 21. Енді ол менде 1-ге тең. Мынау сұрап алған бірім 21-ден 21. Және мынау 21-ден 6 дегенім бар ғой. Осы екеуі 1-ге қосылады да 21-ден 7-ні береді. Сонда 14 бүтін 21-ден 7. Мына өзгерді аралассан. 21-ден 27, екеуі біріккенде 21-ден 21 қосу 6, 21-ден 27 мына жерде. Азайту 21-ден 7. Сосын қосу 6 бар. Тең болады. Енді бөлімдері бірдей, алымдарын азайтамыз. Сонда бізде 14 бүтін 21-ден 20, енді 27 азайту 7. 14 бүтін мұнда қалады. 21-ден 20, алымдарын азайта салдық. Плюс мына 6 бар. Енді бүтіндерін қосуға болады. 14 бүтінге 6 бүтінді қосатын болсақ, мен мұнда астына жазылайын. 20 бүтін 21-ден 20 болады бұның жауабы. Ал ары қарай кеттік. 7 азайту 5-тен 3 қосу 2,9-дан 7. Мына бөлшекті мына бүтін саннан азайту керек. Қалай біз азайтамыз? Егер мынаның бөлшегі болмаса, мынаның қасында бөлшегі жоқ қой, онда біз мына 7-ден біреуін сұрап аламыз. 1 бүтін сұрап алсақ 6 бүтін қалады. Сұрап алған 1 бүтінімді мен 5-тен 5 деп жазам. Өйткені 5 бөлу 5 1 болады, мына 6-ға қосылады да қайттан мына 7-ні өзін береді. Сосын азайту 5-тен 3 деймін. Мынау жалғасып жатыр. Қосу 2,9-дан 7. Мына жерде сұрақ туындауы мүмкін, неге 5-тен 5? Неге 20-дан 20 емес, неге 40-тан 40 емес деген сияқты. Олар да бірге тең ғой. Себебі ары қарата мен мына жерде бөлімі 5 екенін көріп тұрмын. Бөлімдері бірдей болу үшін 5-тен 5 деп алдым әдейі. Мына жерде 7-ден 3 болса, онда 6,7-ден 7 деп жазатын едім. Ал енді азайтуға болады, себебі бөлімдері бірдей. Сонда мұнда қалады 6 бүтін, бөлімі ешқашан өзгермейді бірдей болғанда. 5 азайту 3, 2. Қосу, мынау 2,9-дан 7 бар. Енді тағы назар аударамыз, бөлімдері әртүрлі болса, ортақ бөлімге келтіреміз. 5-ке және 9-ға бөлінетін ең кішкентай сан ол 45. Мынаны 45-ке келтіру үшін 9-ға көбейтеміз, мынаны 5-ке көбейтеміз. 9 көбейту 5, 45. Сонда 6 бүтін 45-тен 18 болады. Қосу 2 бүтін 45-тен 35. Сонда тең бүтіндерін қосамыз 8 бүтін 45-тен. Енді 18-ге 35-ті қосатын болсақ бізде 53 болады. Бірақ осылай біз тастап кетпейміз, себебі мынау 45-тен 53 дегеніміз бұл бұрыс бөлшек болып тұр. Оны аралас санға айналдырсам, яғни 8 бүтіні қалады. Плюс мынаны қосып жазайыншы аралас сан түрінде.
53-ті 45-ке бөлсек 1,45 солай қалады. Алымына біз қалдығын жазамыз. 53-ті 45-ке бөлсек, бізде қалдық нешеге тең болады? Қалдық 8-ге тең. Сонда 9,45-тен 8 болады бұның жауабы. Келесі. 23,12-ден 5 азайту 11 қосу 60-тан 31. Азайтқанда бүтіннен бүтінді азайта саламыз. Сонда 23,нен 11-ді азайтатын болсақ, бізде қанша қалады? 12,. 12,. Бөлшегі қасына тіркеліп жазыла салады. 12-ден 5 қосу, мынаны ұмытпаймыз, 60-тан 31. Бөлімдері әртүрлі, ортақ бөлімге келтіреміз. 60 12-ке бөлінеді, онда ортақ бөлімі 60. 12-ні 60-қа айналдыру үшін 5-ке көбейту керек. Сонда болады 12,60-тан, мына жерде 5 жерде 5-ім 25, қосу 60-тан 31. Бөлімдері бірдей, онда 12 қалады, бөлімдері өзгермейді. 25-ке 31-ді қосамыз. 25-ке 31-ді қоссақ, бізде шығады 56. 12,60-тан 56, бірақ оны осылай қалдырып кетпейміз. Себебі 60 пен 56 қысқарады. Екеуінде қысқартуға болады 4-ке. 60-ты 4-ке бөлсек 15, 56-ны 4-ке бөлсек 14. Сонда 12,15-тен 14 болады. Келесі тапсырма 9 қосу 18,4-тен 3, азайту 5-тен 2. Бұл жерде қосқанда бүтінге бүтінін қоса саламыз. Назар аударамыз Б тапсырмасына. Б тапсырмасында біз азайтқан кезде 7,1-нен 1,ді сұрап алғанбыз. Өйткені біз мына жерде бүтіннен бөлшекті азайта алмаймыз дедік. Ал былай болса, мынау бүтін, мынаның бөлшегі бар. Бүтінге бөлшекті қосуға болады. Олар қосыла салады. Ал азайтқанда бүтіннен бөлшекті азайта алмаймыз. Сондықтан бүтін санды аралас сан түрінде жазу керек. Қосқанда олай жасаудың қажеті жоқ. 9-ға 18-ді қоса саламыз. Бүтіндерін бізде 27 шығады. 27,4-тен 3 азайту 5-тен 2. Енді ортақ бөлімге келтіру керек. 4-ке және 5-ке бөлінетін сан ол 20. 4-ті 20-ға келтіру үшін 5-ке көбейтеміз. 5-ті 4-ке көбейту керек. Сонда 27,20-дан 5 жерде 3 15 азайту, мұнда да 20-дан 4 жерде 2 8. Енді бөлімдері бірдей. Мынау бүтінін жаза саламыз. Өткен мынаның алдында 0 бүтін деп түсінеміз. 27-тен 0-ді азайтсақ 27 бүтін өзі қалады. Бөлімі өзгермейді 20. 15 азайту 8 бізде болады 7. Сонда 27 бүтін 20-дан 7. Келесі тапсырма. Мына жерде бізде 3 аралас сан. Бөлімдері әртүрлі. Бірдей бөлімге келтіреміз. 5-ке, 6-ға және 5-ке тағды. Бөлінетін сан ол бізде 30. Мына 5-ті 30-ға келтіру үшін 6-ға көбейту керек. Мынаны 5-ке көбейту керек. Мына 5-ті 6-ға көбейту керек. Сонда бізде не болады? Тең 18 бүтін, мұнда 30-дан болады 6, қосу 5 бүтін 30-дан 5, азайту 3 бүтін 30-дан 6 тең болады. Бұны әрине жоғарғы сыныптарда тиімді тәсілмен шешуге болады. Бірақ сіздер оны әлі білмейсіздер, сондықтан бұны кішкене ұзақтау есептейміз мына жерде. Так, енді бөлімдері бірдей болды. Бөлімдері бірдей болса, бөлімі өзгермейді. Бүтіндермен және алымдармен жұмыс істей береміз. 18 бүтін қосу 5 бүтін 23 бүтін, 23 бүтін азайту 3 бүтін 20 бүтін болады. Мына жерде бөлімі 30 солай қалады. Алымдары 6 қосу 5 11, 11 азайту 6, бізде 5 болады. 20 бүтін 30-дан 5, бұл жерде 30 бен 5-ті 5-ке бөліп тастауға болады. Яғни қысқартамыз.
5-ті 5-ке 1, 30-ды 5-ке 6. Сонда 20,6-дан 1 болады. Тапсырмасын қарайық. 4, 7, 14. Олай болса, ортақ бөлім бізде 28 болады. Өткен 28 4-ке, 7-ге, 14-ке бөлінеді. Мынаған 7 береміз толықтауыш көбейткіш, мынаған 4, мынаған 2. Сонда бізде түрленеді 64 бүтін 28-ден 7, 1 көбейту 7, өткен 7, минус 25 бүтін 28-ден 20, плюс 6 бүтін 28-ден 6 деп болады. Енді азайтқан кезде біз тағы да манағыдай жағдайға келіп тұрмыз. Бүтіндерін жарайды азайтамыз, бөлім өзгермейді, өйткені бірдей, бірақ 7-ден 20-ны азайта алмаймыз. Сондықтан 64-тен 1 бүтін сұрап аламыз, ол 63 бүтін болып қалады. Сұрап алған бірімді мен түсінемін 28-ден 28 деп. 28-28-ге бөлсем 1. Және мынаның қасында 28-ден 7 дегені бар ғой. Екеуі біргеді де 28-ден 35-ті береді. Тағы қайталап айтам. Мынау сұрап алған бірім, мынадан бір сұрап алдым ғой, оны 28-ден 28 деп түсінемін. Және қасындағы мынау бөлшек қосылады да, бөлімдері бірдей өзгермейді, алымдары қосылады. Мынау 28 бен мынау 7. Сонда 28-ден 35 болып кетеді. Азайту, жоқ, азайту мен 25-тен дұрыс. 25 бүтін 28-ден, мынаны ұмытпайым, 28-ден 20 плюс 6 бүтін 28-ден 6. Енді осын бәрін есептейміз. 63 бүтін азайту 25 бүтін, және де қосу үстінен тағы да 6 бүтін. 63-тен 25-ті азайтатын болсақ, бізде қанша болады? 38 бүтін, 38-ге 6 бүтінді қосатын болсақ, 44 бүтін болады. Бөлім өзгермейді 28. Енді алымдарын есептейміз. 35 азайту 20, 15, 15 қосу 6, бізде болады 21. Енді мына 21 мен 28 екеуі де 7-ге қысқарады. 7-ге қысқарып тастаймыз, мұнда 3 қалады. 28 7-ге бөлеміз, мұнда 4 қалады. Сонда бұның жауабы 44 бүтін 4-тен 3. Менде мына жерге сыймайды, мына жерге астына бүйтіп жаза салайын. 44 бүтін 4-тен 3 болады жауабы. Так, келесі. 12 бүтін 10-нан 7, қосу 5 бүтін 4-тен 3. Азайту деген 5 бүтін 4-тен 3, қосу 6 бүтін 5-тен 1. Ортақ бөлімге келтіру керекпіз. 10-ға, 4-ге және 5-ге бөлінетін сан. Ол қандай сан? Әрине біз бұл жерде аламыз ортақ бөлім ретінде 20-ны. 20 бөлінеді 10-ға, мұнда 2. 20-ны 4-ге бөліп толықтауыш көбейткішін табамыз 5. 20-ны 5-ге бөлеміз, мына жерде 4. Сонда бізде болады 12 бүтін 20-дан 14 минус 5 бүтін 20-дан 15 плюс 6 бүтін 20-дан 4 деп болады. Бірінші азайтып алу керекпін. Азайтқан кезде бүтіннен бүтінді азайтам, бөлімі өзгермейді, бірақ мұнда 14-тен 15-ті азайта алмай қалам. Тағы да 12-ден 1-ді қарызға сұрап аламыз. 1 бүтінді 12 бүтін болса, қазір енді ол 11 бүтін болып қалды. Сұрап алған бірімді 20-дан 20 деп түсінемін. Және мынау 20-дан 14 екеуі біргетте, олар 20-дан 34-ті береді. Сонда мына жерде 20-дан 34 болады. Азайту 5 бүтін 20-дан 15-іміз бар. Қосу 6 бүтін 20-дан 4-іміз бар. Тем болады. Бүтіндерін азайтайық. 11 бүтін азайту 5 бүтін 6 бүтін. Қосу тағы да 6 бүтін. Ол болады 12 бүтін. 12 бүтін. Содан кейін барып біз
он екі бүтін, бөлімі өзгермейді, 20 болып қалады. 34 азайту 15 бізде. 19, 19-ға 4-ті қосамыз, 23. 12 бүтін, 20-дан 23. Бірақ 20-дан 23 деген бізде не болып тұр? Ол бізде болып тұр мынау бөлігі бұрыс бөлшек. Оны аралас санға айналдырамыз. Яғни мынау 12 бүтін өзі қалады. Плюс дейм. Мынау 23-ті 20-ға бөлсем 1 бүтін болады. Бөлімі өзгермейді, қалдығы 3 кетен. Сонда 1 бүтін 20-дан 3, 1 кетте 13 бүтін 20-дан 3-ті береді. 13 бүтін 20-дан 3 болады сонда жауабы. Келесі тапсырманы қарайды. Келесі тапсырма бізде 83 бүтін 15-тен 7, азайту 9 бүтін 4-тен 3, қосу 5 бүтін 12-ден 11 тең болады. Ортақ бөлім бізде 15, 4, 2-нікі 60 болады. Мынаны 4-ке көбейту керек, мынаны 60 болу үшін 15-ке көбейту керек, 12-ні 60 болу үшін 5-ке. Сонда 83 бүтін 60-тан 28 минус 9 бүтін 60-тан 45 плюс 5 бүтін 60-тан 55. Тағы да азайту кезінде 28-ден 45-ті азайта алмай қаламыз. Мынадан 1 бүтін сұрап аламыз. Сонда 82 бүтін болады. Сұрап алған бүтінімді 60-тан 60 деп түсінем. 1 бүтінді 60-тан 60 деп түсінем. Және мынау 60-тан 28-ім бар. Екеу бірігетте 60-тан 88-ді береді. Азайту 9 бүтін 60-тан 45 плюс 5 бүтін 60-тан 55. Тең болады. Бүтіндермен жұмыс істейік. 82 бүтін азайту 9 бүтін 73 бүтін. 73 бүтінге 5 бүтінді қосамыз. 78 бүтін. 60-тан 88 азайту 45. 43. 43-ке қосамыз 55-ті. 43-ке 55-ті қосатын болсақ 98. 78 бүтін 60-тан 98 болады. Мына жерде 60 пен 98-ді екеуін қысқартып тастаймыз. 2-ге бөлінеді. 60-ты 2-ге бөлсек 30, 98-ді 2-ге бөлсек 49. Сонда мына жерге жазайық. Ол тең болады 78 бүтін 30-дан 49. Тағы да 30-дан 49 деп тұрған мынау бұрыс бөлшек. Оны аралас санға айналдырамыз. 78 бүтіні қалады. Оған қосылады. 49-ды 30-ға бөлсек 1-ден аламыз. Бөлімі өзгермейді. Қалдығы бізде 19 болады. Сонда бүтіндерді қоссақ 78-ге 1-ді 79 бүтін 30-дан 19 болады жауабы. Келесі 48 бүтін 8-ден 1, қосу 11 бүтін 3-тен 2, азайту 23 бүтін 4-тен 3-тен. Бұл жерде бізде ортақ бөлім болады 24. 24 8-ге бөлінеді, 3-ке бөлінеді, 4-ке бөлінеді. Мұны 3-ке көбейтеміз, мұнаны 3-ті 24 болу үшін 8-ге көбейтеміз, мына 4-ті 24 болу үшін 6-ға көбейту керек. Сонда 48 бүтін 24-тен 3 қосу 11 бүтін 24-тен 16 азайту 23 бүтін 24-тен 18 тең болады. Бүтіндерін мен жұмыс істейік. 48 қосу 11 59, 59 азайту 23 бізде болады 36 бүтін. Бөлімі өзгермейді. 3 қосу 16, 19, 19 азайту 18, 1. 36 бүтін 24-тен 1. Ал келесі 3, 4, 5. Онда ортақ бөлімі
бізде болады 3, 4, 5 болса 60. 3-ті 60 болу үшін 20-ға көбейту керек. 4-ті 60 болу үшін 15-ке көбейту керек. Мына 5-ті 60 болу үшін 12-ге көбейту керек. Сонда 45 бүтін 60-тан 40 қосу 2 бүтін 60-тан 15 минус 8 бүтін 60-тан 36. Бүтіндерімен жұмыс істейміз. 45 қосу 2 47, 47 азайту 8. Бізде болады 39. Бөлімдері өзгермейді, 60 болып қалады. 40 қосу 15 65, 65 азайту 36. 65 емес. 55, 40 қосу 15 55, 55 азайту 36 болады 19. 39 бүтін 60-тан 19. Және соңғысы, бұл жерде 15, 4 және 12. Біз ондай бірнеше рет шығардық, ортақ бөлімі, онда бізде болады 60. Мұнда 4 тоқтауыш көбейткіш, мұнда 15, мына жерде 5. Сонда түрленгенде 42 бүтін 60-тан 28 минус 9 бүтін 60-тан 15 жерде 3-ін 15 көбейту 3. Бізде болады 45. Сосын плюс 5 бүтін 60-тан 55. Тең болады. Бұл жерде біз тағы да не істеп тұрық? 28-ден 45-ті азайта алмай қаламыз, мынадан 1 бүтін сұрап алайық. 41 бүтін. Сұрап алған бірімізді біз 60-тан 60 деп түсінеміз. Оған 60-тан 28 қосылады да 60-тан 88 болады. Содан кейін барып азайту 9 бүтін 60-тан 45. Қосылған 5 бүтін 60-тан 55. Тең бүтіндермен жұмыс істейік. 41 бүтін азайту 9 бүтін 32. 32-ке 5 бүтінді қосамыз. 37 бүтін, бөлімі өзгермейді, 60. 88 азайту 45, 43. 43 қосу 55. Дұрыс санап жатырық па? 88 азайту 45 бізде болады 43. 43-ке 55-ті қосамыз. 43-ке 55-ті қосамыз. 98. Ал сонда 37 бүтін 60-тан 98 шықты. Бұл жерде біз не істейміз? 60 пен 98-ді қысқартамыз 2-ге. 60-ты 2-ге бөлеміз 30, 98-ді 2-ге бөлеміз 49. Тең болады. Так, мен басқа түспен жоғарғысына жазайын ба, или астына жазып кетейін әже. 37 бүтін 30-дан 49 болады. Тең болады. Мына 30-дан 49 қайтадан бізде бұрыс бөлшек болып тұр ғой. Оны аралас санға айналдырып, мына 37-ге қосып жүрейік. Сонда 37 қосу 49-ды 30-ға бөлсек 1 бүтін 30-дан қалдық 19 болады. Сонда 37-ге 1-ді қосамыз 38, бөлімі өзгермейді 30. Сонда мына 19 алымына жазылады. 38 бүтін 30-дан 19.